қазақтардың көкжөні, қара тілдің үрмені, елемандың төштігін, ештектердің жамғырчы, жетігердің бағышы, жеткірбейдің ағышы, қанжені жүгөрі, қалқылдашып барысы, баштаған қошой қарысы, арғайсы жүзден қол, алар жақын барышты, ұлықтардың барысың, ұлы күчі қарысы, ошың арыстаның манас батырға, оңышылар жақын барышты, байқап көрсе батырды, өгөй қашқалар қашында, көкөтөйдің ашында, отодан олақ барыптыр, жыдымық сызық арасы, жырғалына қарачы, 90 таман чоңырды, ойлап жиып алыптыр, 83 жүкөсін, жерін өлчөп салыптыр, 40 батырдың барысы. Мұны ошондо қарасаң, қырғыл болып қалысы, атып жатыр шақылдап, қырғылшалы баш болып, башқарып тұрат бақылдап, оң аттарын қойып ермеке, арыстан манас батыры, аңгемесін көрмеке, орданын олақ жетінде, сұлтан ері сулап жатыптыр, андистер орды атыптыр, о барған жерден қошойды, батырға келді бары жө, салам беріп заңқ етіп, арыстан манас батыры, алыг алды барқ етіп, келгін деп ава келгін деп, илгеркеден қалған кеп, оңынан берді орынды, олтырды қошой борымды, қиын сынған көй қашқа, сыпанын жолы бір башқа, қадырлап келген бұлашқа, қандардың жолы бір башқа, батырына баталбай, баштап сөзін айталбай, қандарды құдай ұрып тұр, айтыңыз деп бір-бірін түрткілешіп тұрып тұр, ұлықтың бары баталбай, ұғызып сөзін айталбай, жаттанып қайрақ айталбай, қамалышып шай кеткенде, буғандардың шайы кеткенде, айталбай тұрып арасы, ашпышымға жеткенде, екі кемін жайлаған, егіз қарат байлаған, таздың ұлы ерүрбі, екі жағын қарады, ептуден барбы айтшы деп, ерүрбі көзін салыптыр, еш айтар бол бұғаннан соң, сөйлейін деп қалыптыр, ерге түшіп үрбіңіз, ер манас деп салыптыр. Ошондо ерүрбі тұрды мұндай деп, о үлкендір сөзгө келгенше, қарадым манас жалт етіп, оң көзінен от шығып, о зары шығып өзінен, шарқырап жалын көзінен, үрбіге көзін салғаны, үшкір үрбі шол бойдан, сөйлей албай қалғаны, қашында тұрған көйлік, оған құрды құдай ұрды деп түрткілешіп қалғаны. Айталбай үрбі тоқтолду, андан кейін о бұл топтон үн шығар киши жоқ болды, айтуға чечен адашты, акимдердің барысы бір-біріне қарашты, о үрбі тоқтоп қалғаны, үтірөй бер қошой, үрбіге көзін салғаны, атана алаты түрбі, алдың жерге жетүрбү, адам болбой кетүрбү, айтпайсың бу кепті деп, анча оозуну алған соң, ерманас деп қалған соң, о айтып ийсең нетти деп, айталбай тұрған болған соң, абака қошой сөйле деп, мени құдай бір ұрды, қайсы шағым бір сынды, қарт бурадай тартайып, қашында қошой тұрбайбы, қауышы жерде қанқорғы, қарап тұрып мен сені, ұшың өлтірсем құдай ұрбайбы. Бұл сөздің айты бір қошой, мұғырутым бұрап иіріп, о бұластаған үрбіні, жемілеп жерге киіріп, үрбіні таштап салғаны, үтіріңді бір қошой, манасқа қарап қалғаны, еғулының мер манас, байқашып атыр сен манас, бежіндіктің қоңырбай, бейлі бұзық чоңғалдай, анжы-манжы қоңырбай, арба құрған чоңғалдай, аскерің арбын бір далай, намыстанып қалып тұр, боқ мұрындың башына, келіп алып ашына, бөріне күм салып тұр, манас батыр көрді деп, бір айтуда көнді деп, айвандан шыққан шұмқарын, арша тору тұлпарын астына тартты деп. Ошо бай қошомат айтты деп, маны керді бергін деп, маны керді бербесең, басырығым көргін деп, қалса мейлі көнің деп, о қалбағаның көргін деп, киши-миши дебеймін, тартқан етің жебеймін, айлың ақырғын салам деп, азыр еле бұл күнде ашыңды чап алам деп, қан қоңырбай айтып тұр, бұл олтырған иніңіз. Ошондо қапыланып қайтып тұр, барымаға келген соң, оған тәуз ава деген соң, барыңарға еп болса,
болсо, аңа бағар билген кеп болсо, Кытайда болсо кылым журт, кысталактын сөзүн тут, Капырда болсо канды журт, калабаны сүйгөн камды журт. Деп ошентип мыношо батырыңды карасаң, маанекерди берсек деп, мынабу сөздүн баянын сизге айтып келсек деп, береликпи жокпу деп, берелим айтчы жоопту деп кошо айтып турганы. Ошону сөздүн укканда оюндугудай урганы, ошону оң көзүнөн от чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, оозунан ойрондун ок жазайыл топ чыгып, обат калышта мараган, кабыландай караган, чарак куйрук чартон, чамыңганы солбос, шаңы чыкты сур жолборс, адам сыны бөлүнүп, арыстан сыны көрүнүп, баланбастан дебеди, батыр кошой абаңа башкарып жооп бербеди, доол кагып шашаң жыгач, толгонуп колун алганы, алтын курбу доолду даң дедире салганы. Ошондо доол катуу кагылды, ордодогу кырык батыр, бире албай таптакыр, кошту көздөй жабылды, ыкчамдыгын карагын, боштоп кийди жарагын, кийген тону көк темир, сыйынганы бир теңир, соо чарайна кыягы, кырык батырды карасак, соо калбастай сыягы, туулгасы болоттон, душманды минтип колоткон, найза кылыч ок өтөр, асты жери калбады, алышканда душманы, азыр чыгар далдалы. Ошондо беттерине жабылтып, ок өтпөс темир о барданы, ачып көздү жумганча, алтындан доол урганда, абыр шабыр ат минсе де бат минип, күлүктүн белиң ийилип, көргөндө көңүл сүйүнүп, көсөлдөрдүн баарысы көк темири кийинип, мылтыктын баары ок толду, милтенин баары чок толду, мылтык атар жа тартар, мыктынын баары жок толду, көптөн бери байлаган, көз айнектей жайнаган, чаба турган чоң кулат, чалкактата жетелеп, ат башкарган жорунчу, тартыгылды энтелеп, октой болгон чоң кулат, окторулуп алганы, оюңго тарта салганы, ачуусу келген арстан эң арыштаган боюнча, аргып минип алганы, алтындан куйган үзөңгү, аягын төрө салбады, баса минип булатты, мараусунду кулатты, атырылтып чуратты, бара тартып калганы, буа келди найзаны, сайып койгон жеринен. Ошо найзаны жулуп алганы. Ошондогу батырың ак кулаң атты каргытып, эң аштайгандай аргытып, аксакалдуу кошойдун алдына барды ошонун, аттигиниң абаке, акылыңыз канеке, сенден бөлөк бир айса, өлүк эмес тирайса. Эң албас белем жанын деп, мунун төкпөс белем канын деп, жаш экенден сыйлаган, жамандыкка кыйбаган, кошойлуктан калдың деп, кол тийбеген кара элең, ошондуктан калдың деп, кордук сөздү окуйгун не үчүн айтып салдың деп, кайда жүрөт жанагың эсиз калган малың деп, ойронуң манасы өлгөндө, о дүйнөсүзүн көргөндө, ошондо тартуу берсеңчи, таңда манас турганда, таалайыңдан көрсөңчү, таарынсаң дагы аятак айтам, тагушун көрөкчө, түрү жүрбөй өлсөңчү, кыраның манас өлгөндө, мен кыяматты көргөндө, кынымдагы апыроо бөлгөндө, кыңк ettирбей билгенде, кынжылабай мингенде, атың түгүл эр кошой, кызыңдан тартуу бер кошой, кыямат жакын келгенде, кыз тапка апыр бергенде, кыз бала тартуу тарсаңчы, азыр менин барымда, манасым бар деп айтсаңчы, бүгүнкү күндө буу капыр, көтөргөнү туу капыр, сырыңды тартып албайбы, тырт этирбей салбайбы, бүгүнкү күндө маанекер кадырынан албайбы, эртеңки күндө кулатты каалап кармап калбайбы, жылып жыласың. Бүрсүгүнкү күнүндө эр төрттүктүн чал куйрук, эбин таап албайбы. Ошо сайгашканын баарысы, сай тулпардан айрылса, бүгүн сайгы учакта буу калбайбы, атаңдар жоңго жатпайбы. Ат бүгүндөн айрылса, азама шору катпайбы, атышпай атың бердиң деп, азабын артык тартпайбы, акыреттик күнүндө тозокто манас жатпайбы, маанекер берем дегиче, манастың өлдү десеңчи, батырым өлгөн экен деп, бу көрөкчүң абаке.
Батаңды қыла келсеңші, ошомун айткыса өлсөңчү. Ушу түрдүгө айтып, урушту сүйгөн будуңуз кайда жүрөт деп айтып, күлпөнүм күндөй турганда күлүгүм кантип берейин, күчөгөн экен бу чочко күлпөңдөшүп көрөйүн. Күч кубат берсе кудурет гүл журттун ичинде күлкү кылып жөнөйүн. Айдыгым айда турганда арбагым аны арбак мени урбаса эң атымды кантип берейин. Арбаган экен будуңуз алып урушуп көрөйүн. Акыр заман журтуна аңгеме кылып жөнөйүн. Арыган едир тагдырга бүгүн ажалыма жетсең өлөйүн. Ошоңал сөздүң айты берим анас алтын доол кагылды. Эң ак келте мылтык чаңырды. Араң турган 40 батыр аламан коюп жабылды. Себилдүүсү 84 серп салган жагы кызыл өрт. Доолдун үнү түрүсүлдөп, төө мылтык атып күрүсүлдөп. Ошондо жазайыл үнүң чаңырып, кой чаңыр үнү жаңырып, араң турган 40 батыр капырды көздөй жабылып, ураан тартып ийгени, дүңгүрөп атка мингени, найзанын учу чабышты, адамдын башы кагышты, аңдаганга бир катар балекет баса жабышты, бейкут жаткан капырды. Мээнетке калдың акыры, башында калбай акылы. Ошондо жабу деп жабуулаган көп капыр жабыла качып баратыр. Сандыргалуу көй батыр сайып өтүп баратыр. Заман акыр башына салып өтүп баратыр. Мөндү деп мөндүлөгөн көп капыр белине качып алыптыр. Бөрү жолду көй батыр соңуна түшүп калыптыр. Бөрү күргөн коюңду, бөрү тийген коюңду бөлүп кетип баратыр. Бөксөлөнүп капырлар өлүп кетип баратыр. Өкүмүнүн алардын көнүп кетип баратыр. Көрбөгөндүн ушинтип көрүп кетип баратыр. Аламанды кара журт коюп кетип баратыр. Айбалталап чокусун коюп кетип баратыр. Алты көчтөн ар жерге союп кетип баратыр. Бара караганга камбылдар тоюп кетип баратыр. Кап ортосун капырдын оюп кетип баратыр. Коштөбөнүн тушунда ошо Коңурбай батыр ушунда кыргынды көрүп кысылып, мунун булуттай өңү бузулуп, каардан саманас несердеп, кан Коңурбай энтелеп, огандан канча буаңкур кыргын кылып кетер деп, аңат албасам жок деди, ар качандан бир качан ошол манас шок деди. Ат минбесем коембу, арыста манас оюнду, кызматка сөздү айтыңар, кылгара тартуу тартыңар, агасыңанын алгара, аңаза миң артык кылгара тартуу бериңер. Кырдыр бийбей Кытайды кызмат кылып көрүңөр. Бул сөздүн айтып каң төрө. Бузукту сүйгөн чоңтөрө коркпогондо не болду? Мунун колу гана качып жоголду. Мун ошондо караса, кызыл жок Тунис кара, кыргындан чочуп бечара. Кырмышанын Мурадил, калмактардын ушаны, каңгайлардын урону, карыясың алөкө, дабыртын угуп алыптыр, кылгараң атты кындыйтып астына тартып калыптыр. Жазайлы мылтык октолду, милтенин баары чоктолду. Эң азы тартуу чыкканда аламан чабуул токтолду. Алөкө баштык карысы, 60 чанжум барысы, астына тартуу барышты. Аталам деп ат берип, абири кетип калышты. Тең абыдан кетти намысы. Уюган чаңы жазылып, уруштара басылып, кош-кошуна барышты. Корккон калмак Кытайлар ошонун эси чыгып талада эмиң эки түнөп калышты.